Ассалаумағалейкум армағазақ, каналымызға қош келдіңіз. Бірінші шілдеден қымбаттайды жаман жаңалық. Видеоролик турсында толығырақ мәліметке ие болды қаласаңыз, видео төмендегі бір ғана лайк және де подписаться түймелерін баса кетуді ұмытпаң. Ал онда біз бастадық. Қазақстанда бірінші шілдеден бастап автогаз қымбаттайды. Қазақстанда бірінші шілдеден бастап автогаз 20%-ға қымбаттайды деп хабарлайды Ел.кз ақпарат агенттігі. Газ өндіріс зауытында болған өртте тағы бір жұмысшы көз жұмды. Көкшетаудағы тұрғын үйлердің бірінде газ жарылды. Тіл-кеспек жоқ арнасының мәліметінше, министрлік сұйытылған газ мұнай бағасының тоннасына 33.600 ал теңгеден 40.320 теңгеге дейін арттыруды көздеп отырған. Пропанның шекті бағасы осыда 2024 жылғы 30 маусымға дейін көтеріледі. Бұған дейін Қазақстанда бензин 10%-ға, дизель 20%-ға қымбаттаған болатын. Үкімет мұны көршілес елдердің бағасына азғантай айырмашылығын азарту үшін жасаған мәжбүр қадам еді. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, саламат болыңыз.